Баршаңызға сәлем достар. Бүгін тойбастар, яғни қоржын тігетін боламын. Ішіне түрлі ойыншықтар немесе конфет, шоколад салсаңыздар болады. Матамызға ені 24 см, ұзындығы 18 см етіп сызып аламыз. Өзім алдын ала сызып дайындап қойдым. Енді қырқып алатын боламын. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап шығуларыңызды сұраймын. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Қырқып болған соң, яғни жоғары жағынан, ұзын жағынан дәл осылай етіп үтіктеп шығамын. Байлайтын жібіміздің ұзындығы 30 см. Үтіктеп алдым, енді тігіп шығатын боламын. Мінекей тігіп болдым. Енді бүктеп, тағы да ұзын жағын тігіп шығатын боламын. Енді тігістің ортасына келдіріп, астыңғы жағын тағы да 0,5 см тігіп шығамын. Тігіп болған соң, дәл осылай закрепка беріп шығыңыздар оң жағынан тігіс жатып тұру үшін. Одан соң кішкене бұрышынан қырқып, оңғаратып аламыз. Бұрышы әдемі шығу үшін кесеміз. Иненің көмегімен дәл осылай бұрышын шығарып алдым. Енді жіптің екі бас жағын дәл осылай етіп байлап шығамыз. Одан соң қоржынның тігіс жағына 4 см етіп белгілеп, жаңағы жіпті тігіп шығатын боламын. Қолмен тіксеңіздер де болады, немесе машинкамен тіксеңіздер болады. Қоржын дайын. Енді ішіне ойыншық салып қойсаңыздар болады. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.